Қазақстанда жоқ министрлік. Әріптестер, биылдыққа келіндердің төркінге баруына жоғарыдан 250 мың путевка бөлінген. Енді қараңыздар, іс жүзіне келгенде ол 1,5 есеге көп. Яғни 360 мың рет төркінге барған. Не масқара? Бұл дегеніміз кейбір келіндер жылына 2 рет төркінге барады деген сөз. Өздеріңіз білесіздер, төркінге бару лимиті жылына 1 рет. Оның үстіне тек отбасылық жағдаймен баруы тиіс. Ойбай, онысы несі? Төркінге бару үшін обязательно отбасылық жағдай болу керек па? Сағынып баруға болмай ма? Жас келін жастар қанатын төрайым, сізге ешкім сөз берген жоқ. Эмоцияға берілмеңіз. Әріптестер, бұның алдын алатын қандай ұсыныстарыңыз бар? Енистер ханым, төркінге барсын, жылына неше рет барғысы келсе де бара берсін. Бірақ төркінге 2 немесе одан да көп рет барған келін салық төлесін. Bir соғым есебінде. Аз, жеткіліксіз. Сіздер қызықсыздар, келінде адам ғой, қандай салық? Төркінге барғандар өстіп жатса, бірнеше жыл бармағандар не істейді сонда? Оларды құр қолға алдырып отырған жоқпыз. Қайын жұртына адал қызмет үшін деген төсбелгі береміз. Бірақ мына 3 пункт орындалса ғана. Бірінші, қайын жұртының толық разылығын алса. Екінші, тапқан табысының 70%-ын енесіне беріп отыру. Үшінші, төркін жағымен телефонмен сөйлеспе. Мен жұмыстан шығам. Не қылған бір сормаңдаймын,